Елдің иесі билік, жердің иесі қазақ деген тәмсіл бар. Билік бүгін келеді, классикалық вариант бойынша ертең кетуі керек. Ал қазақ пен оның жері мәңгілік қалады. Біздің бұрынғы билік жердің үстін сатып бітірді. Тіпті жер үстіндегі басқа байлықты айтпағанда, ауылдағы қазақтың азын-аулақ малын бағатын жер қалмады. Енді міне жаңа биліктің заманында жекелеген ескі олигархтар жердің астын, қазба байлықты сатуды әлі де жалғастырып жатыр деген деректер бар. ДАТ газеті бір мүшесі саналатын ICIG журналистердің халықаралық тексеру консорциумының зерттеуі бойынша Қазақстанның мұнайы мен мұнай өнімдерін шетелдерде тіркелген әртүрлі компаниялар сыртқы нарықта саудалайды. Конституциялық талап негізінде халықтық меншік саналатын біздің пайдалы қазба өнімдерінің экспортына неге әлде бір түсініксіз субъектілер ие болу керек? Мәселен, қазақ мұнайын әлемдік нарықта саудалайтын ең ірі Vitol компаниясы Швейцарияда тіркелген. Қазмұнайгаз трейдинг компаниясы сол Швейцарияның резиденті. Сол сияқты Тенгиз Шевройл өндіретін теңіздің мұнайын Нидерланд елінде тіркелген Қазмұнайгаз финанс трейдері экспорттық саудаға шығарады. Қашағанның мұнайын бірнеше шетелдік трейдинг саудалайды. Дәл сол сияқты трейдерлер Eurasian Oil мен PetroChina International Сингапурда тіркелген. Шетелдерде тіркеліп, ішкі қазақстандық нарық пен әлемдік баға арасындағы мұнайдың маржасынан түскен пайданың қызығын көріп отырған ондаған шетелдік компания бар. Және тағы да сол ICIG консорциумының зерттеуіне қарағанда, және бұл көпшілікке белгілі, Vitol сауда трейдерлік компаниясының иесі аты жөні әйгілі олигарх Тимур Кулебаев. Оның 22 шет мемлекетте 200-ден астам компаниясы, және Тимур мен оның командасына тиесілі компаниялар бар екен. Тойым керек қой, қанағат керек. Болашақ халыққа да бірдеңе қалдыру керек қой. Ал енді көпшілікке белгілі, біздің елдің мұнайы СВОП сауда тәртібі бойынша шекараға дейін ішкі нарықтың бағасымен сатылады. Шекарадан арыда мұнайдың әлемдік бағасы бойынша саудаланады. Екі аралықтағы маржа офшорларда, шетелдік банкілерде шоқ қалады. Бұл екі арада биылғы жылы біздің ел тартқан табиғи апаттан мемлекеттік бюджет орасан зор тапшылыққа тап болды. Енді елдің әлеуметтік сұрасын өтеу үшін ұлттық қорға қол салдық. Тіпті бюджеттің жыртығын жамау үшін шетелдік банкілерден несие алып, еліміздің сыртқы қарызын тағы да еселей түстік. Дәл қазір елдің бюджеттік және әлеуметтік Одну минуту. Бірі ұрланған активтерді елге қайтару, екіншісі елдегі пайдалы қазбаларды сыртқы нарықта саудалау тәртібін мемлекеттік тұрғысында реттейтін, тәртіпке келтіретін бірегей оператор құру. Біз осындай әбдесі және қазақ үшін қиянат сауданың әлдекімдерді қисапсыз байытып отырмыз. Осы жолда біз бірегей оператор құру мәселесін шешуіміз керек деп ойлаймын. Бір параукс қараңызшы. Бізде мұнай өндіретін ұлттық компания бар, мұнайды тасымалдайтын ұлттық компания бар, ал мұнайды саудалайтын неге ұлттық компания бірегей оператор болмау керек. Осы тұрғыда егер үкіметтің тарапынан ұсыныс болатын болса, біз болу керек деп ойлаймын. Осы ұлттық оператор құру жөніндегі ұсыныстарды парламент қарап заңдастырып береді деген сенімдемін.